Егер сіз кәсіпті досыңызбен, туысқаныңызбен, партнерствомен ашатын болсаңыз, сізге ең бірінші қандай форма таңдайсыз? ТО ашасыз ба, немесе договормен жұмыс жасайсыз ба? Соны анықтап алу керек. Егер сіз екеуіңіз бірігіп, немесе бірнеше адам бірігіп ТО, заңды тұлға компания ашатын болсаңыз, ол бір түрі болып саналады. Бұл жақта сіздердің қолдарыңызда ТО-ның толық құжаттары болады. Ол не? Бірінші устав. Сіздер директор кім болатынын анықтайсыздар, директорге приказ болады. Одан бөлек сіздерде міндетті түрде именно партнерлардың қарым-қатынасын реттейтін договор, ол учредительный договор болады. Учредительный договор деген сол каждый учредитель әр құрылтайшының құқықтары мен міндеттерін, партнерствоның бүкіл сутінің бәрі осы документте жазылады. Ал егер сіздер компания ашуға дайын емеспіз, пока договормен ғана жұмыс жасаймыз десеңіз, ол жағдайда договор партнерство жасалады. Договор партнерствода әр адам өзінің ипсімен кіруге міндетті болады. Әр адам ипсімен кіреді, ары қарай ол партнерствоның қандай бағытта жасалады, қандай бизнес ашасыздар, бәрі детально жазылады. Егер мен сіздерге по пунктам айтатын болсам, осы моментте жазып алсаңыздар болады. Ең бірінші бизнестің бағыты айтылу керек. Қандай ниша, бренд аты қандай болады бизнестің? Аты товарный знак ретінде кімнің атында қалады? Компанияның атында қалады ма? Немесе идеяның авторы кім? Қай бір определенный партнердің атында қалады ма? Үшінші, обязательно финансовый моменттер. Кім немен кіреді? Кім қандай ақшалай вложение жасайды? Сондай-ақ дивидендтер қалай бөлінеді? Мысалы, сіздер 10 миллион теңге салдыңыздар, ол неге жаратылу керек? И прибыль пайда болған моментте сіздер оны қалай бөлесіздер? Чистый прибыльді 50-50, немесе 70-30, например, 20%-ын компанияның резервіне, фондқа жібересіздер деген сияқты бүкіл финансовый моменттерді шешіп алу керексіздер. Сондай-ақ төртінші пункт ол расходтар. Расходтарда мысалы определенный сумманы қойып қоюға болады. 500 000 теңге дейін согласование керек емес, директор өзі шешеді. Обязательно бір адам операционкаға жауап беру керек. Ол көбінесе операционный директорда, ТО ашатын болсаңыздар, ТО-ның директоры. И сол кісіге полномочия беруге болады. 500 000-ға дейін бүкіл контракттарды менің рұқсатымсыз өткізсең болады. Ал егер сумма контракта 500 000-нан асатын болса, онда сен міндетті түрде менен жазбаша немесе WhatsApp арқылы келісімді алып, содан кейін ғана өткізесің деген сияқты ограничение қоюға болады. Сондай-ақ, бесінші момент, қандай шешімдерді бірге қабылдайсыздар, қандай шешімдерді бөлек қабылдауға мүмкіндіктеріңіз болады. Зона ответственности. Мысалы, партнер номер 1 неге жауап береді? Егер ол адамның маркетингте білімі мықты болатын болса, ол SMM, маркетинг, лидогенерация, басқа да бүкіл компанияда клиент болуына, маркетинг саласына жауап береді. Ал екінші адам продажа мен операционкаға жауап береді. Тура солай договорда ашып жазу керек. Кім неге жауап беретін? Көбінесе бізде партнерствода қалай болады? Барлығы эмоциямен бастайды. Уже определенный проблемалар шешілген кезде ешкім жауапкершілік алмайды. Бірінші партнер екіншісі жасайды деп ойлайды, екіншісі бірінші жасайды деп ойлайды, сонымен жұмыс жүрмей қалады. Сондай мәселе болмас үшін әркімнің сильный сторонасын определять етіп, соны договорға енгізу керек. Келесі пункт ол бизнестен шығу. Бизнесті бастап жатқан кезде ешқандай партнер ойламайды, мына бизнес жабылып қалады, немесе мен шыққым келеді деген моментті ойламайды. Біз тек қана положительный жағын ойлаймыз. Ал біз юрист ретінде біз сіздерге бүкіл возможный рисктардың бәрін көрсетеміз. Ол ең біріншісі не ол? Бизнестің шығу тәртіптері. Ең бірінші, егер сіз шығатын болсаңыз, қандай суммаға шығасыз? Бірінші вариант, сіз салған суммаңызды аласыз, сонымен шығып кетесіз. Екінші вариант, сіз өз доляңызды басқа екінші адамға сатасыз, жаңа партнерді орныңызға қойып кетесіз. Үшінші вариант, компанияның полностью рыночной стоимостін определять етесіз, сол рыночной стоимостьқа доляны сатып, сосын шығып кетесіз. Бұл жақта келіскеніңізге байланысты немесе договорға осы үш варианттың барлығын четко жазуға болады. Сондай-ақ, егер екеуіңізден бөлек тағы да бір инвестор, партнер привлекать ететін болсаңыз, ол жақта обязательно екі жақтың согласиясы болу керек. Инвесторға деген требованиялар деген сияқты детальдардың барлығын жазуға болады. И ең соңғысы ол обязательно срок действия договора.
договорды сіздер қанша уақытқа заключать етіп жатсыздар. Егер сіздер ТО ашсаңыздар, ол жақта срок жоқ, ТО действует, значит партнерство тоже действует. Ал егер сіздер договормен екеуіңіз екі ИП-дан кіретін болсаңыздар, ол кезде срок действия договоры толық жазу керек. Осы пункттар это база. Любой партнерский договорда болу керек пункттар болып табылады. Плюс к этому біз договорға қосымша түрде отчеттардың формаларын береміз. Ол финансовый отчетность. Бір-бірлеріңізге қандай финансовый отчетность бересіздер. Банкингке кімге доступ болады. Сондай-ақ операционный отчетность, CRM-системаға кім жауап береді деген сияқты детально бәрін жазамыз. Партнерствоның тағы да бір түрі, біреуі пассивный болуы мүмкін, біреуі тек қана стратегияға жауап беруі мүмкін, инвестор ретінде. Ал екіншісі толықтай операционканы алады. Бұл жақтың барлығын индивидуально каждый случайды біз разбор жасап, түсіндіріп, каждый пунктқа дұрыс заңды және екі жаққа да қолайлы вариант табуға көмектесеміз. Егер сізде договор бойынша ТО немесе договор заңды түрде толықтай прозрачно жасалған болса, спор туындаған жағдайда қалай шешіледі? Спор туындаған жағдайда көбісіміз не істейміз? Эмоциямен бір-бірімен ашуланып, ұрысып, қарым-қатынастарын құртып алып жатады. Ондай жағдайда тоже юристке келсе болады. Юристке келіп договорды береді. Егер договор болмаған жағдайда да юрист сіздерге трезво қарап, заң жағынан баға беруге көмектеседі. Ол жақта не жасалады? Бірінші ситуацияны қарайды, екіншіден юридическое заключение беріледі, үшіншісінен заң жағынан определенный шешім беруге, шешім табуға біз көмектесеміз. Егер сіздің бизнес партнерство бойынша менімен немесе менің командаммен хабарласып консультация немесе қызметтер алғыңыз келсе, ссылка описанияда бар. Ал егер сіздер договордан бөлек ТО бойынша көбірек ақпарат бергің келеді, егер сіздер ТО ашсаңыздар, ТО-ның өзінің кодексі бар. Закон о ТО. ТО дегеніміз не? ТО дегеніміз жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Ол компания отдельно. Ол компанияның ішінде қалай барлығы жүзеге асатыны бөлек заңда реттеліп жазылған. Ол жақта директор бар, исполнительный орган. Ол жақта директордан бөлек учредительдер бар. Учредитель деген кім? Учредитель ол основатель бизнеса. Ол жаңа сіздің партнер болып кірген адамдар. Директор деген операционканы күнделікті жұмысты жүргізіп отыратын, бухгалтерияға, заң жағынан найымға жауап беретін адам. Мен Максичайда жұмыс жасаған кезде ТО-ның ішіндегі учредительдердің собраниясы тек қана қағаз түрінде емес, физически офисқа келіп өтеді. Біз не істейтінбіз? Біз заранее оларға уведомление жібереміз, каждый учредительға. Осындай күні общее собрание учредителей болады. Повестка дня, қандай сұрақтар қарастырылады. Финансовый отчет қарастырылады, стратегия утверждация етіледі. Сондай-ақ шешілу керек күн тізбесіндегі барлық сұрақтардың списогын жасап жібереміз документтермен бірге. Сол күні учредительдер келеді, осылай круглый столда отырып, директор полностью презентация көрсетеді, финансовый отчетность, екіншіден стратегия, шешілген мәселелер, шешілу керек мәселелердің презентациясы көрсетіледі. Содан кейін общий голосование мен учредительдер шешім қабылдайды. Мысалға, олар бір жаңа направление развиваться еткісі келеді, ол жаққа барлығы өзінің долясына сәйкес жауап береді. Одан кейін сол жауаптарға сәйкес протокол жазатынбыз. Юрист отырады, соның бәрін тыңдайды, соның бәрін протоколға жазып, осындай шешім қабылданды деп бекітіледі. Тура солай дивиденд шығару мәселесі, бір нәрсе оборудование, сатып алу мәселесі, сондай мәселелердің барлығы общий собраниемен шешіледі. 10 бизнес-партнер болған клиентте қалай шешілді? Олар телефонмен, WhatsApp группамен ұрсады постоянно. Біреу туысқаным жұмысқа тұрғызам дейді, біреу мен қарсымын, неге мына расходтар, біреу выписка бер дейді. Тура солай бесконечно 10 адам арасындағы спор бір ауыздан шешілмеді. Негізі біз көп нәрсені білім жоқтығынан қиындатамыз. А на самом деле каждый проблеманың ответі заңда, кодекстарда четко жазылып тұр. Сіздерге тек қана юристқа келіп, соның барлығын заңда жазылған тәртіппен жасау керек. Менің каналымда кәсіпті заңды жүргізу, масштабқа шығару, франшиза, сотрудниктармен қарым-қатынас деген сияқты мәселелер туралы көптеген выпусктар бар. Обязательно өтіп қарап кетіңіздер.